Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай жып жұмсақ, ыстықта желініп кететін шелпектермен бөлісетін боламын. Сіздің шелпегіңіз дұрыс шықпай жүрген болса, осы шелпекпен жасап көріңіз. Бұл ешқандай ашытқысыз жасалады. Ол үшін видеомды соңына дейін қараңыз. Бір стакан жылы сүтімізге суымызды құямыз 150 грамдай. Тұзымызды саламыз. Қантымызды саламыз. Кішкене сұйық май құямыз. Астына қанша керектігін барлығын жазып қоятын боламын. Және сода қосамыз. Жарты ас қасық сода қостым. Жақсылап осыларды араластырамыз. Майонез қосып жіберсеңіздер болады, 1-2 қасық, болмаса сары май қоссаңыздар болады. Мен 1 ас қасық сары май қостым. Сонда шелпектеріңіз жұмсақ болып шығады. Және керегінше ұнымызды салып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын және қатты емес, міне осындай иі қанғанша илейміз жақсылап. Енді илеген қамырымызды домалақтап, осылай әбден домалақтап қоятын боламыз барлығын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар, өте дәмді болып шығады. Әрі тез піседі. Аштықымен дайындағаннан көрі осылай жасаған жақсырақ. Тындырып қойдым, енді ашып, уже жайлап, жайып, майымызды қыздырып сала берсек болады. Мына жерде мен ұнды аз сеуіп қойыппын. Егер жабысқақ болмаса аз себеміз, жабысқақ болып тұрған болса, сәл көбірек сепсеңіздер болады. Бірақ қуыратын кезде ұны көп болмау керек. Не осылай доп-домалақ етіп, әдемілеп жайып аласыздар. Оған дейін майымыз жақсы қызып тұру керек. Май қызбаса да шелпектеріңіз қатты болып шығып қалады. Не осылай жайып алдым. Алдын ала 3-4-еуін жайып алсаңыздар болады, өйткені бұл тез-тез пісіп кетеді. Жұқа болғандықтан. Жақсы қызып тұрған майға саламыз, қыздар. Неке мен майым қызып дайын тұр. Өстіп-үстін басқан кезде көтеріледі. Міне уже дайын, келесі жағында пісіреміз. Ұзақ емес, 1 секундтар кетеді пісіруге. Міне біздің шелпектеріміз пісіп шықты. Тағы да біреуін салып көрсетемін. Бастысы майларыңыз жақсы қызып тұрған болу керек. Майларыңыз аз болып қалмау керек. Не осылай пісіріп шығасыздар. Бізде 7 күлше істейміз, ол таратып бөлек балаларға да тағы істейміз, өйткені желіп кетеді бізде. Міне шелпектеріміз осылай болып шықты. Қазір ыстықтай болып тұр. Міне жұп жұмсақ. Дәмі деген дәмді, өте дәмді. Жасап көріңіздер міндетті түрде, осының рецептін іздеп жүрсеңіздер, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және маған тіркеліп, менің видеоларымды комментарий жазып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін.